أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى أما بعد. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде кімде-кім 5 нәрсені шынайы сенімділікпен орындаса, Аллах Тағала оны жұмаққа кіргізеді делінген. Біріншісі 5 уақыт намазды толық орындаса, дәретіне, рүку сәждесіне уақытына мән беріп орындаса. Екінші, Рамазан айының оразасын ұстаса. Үшінші, шамасы келген кезде қажылыққа барса. Төртінші, шын көңілмен зекетін берсе. Бесіншісі, аманатты орындаса. Сол кезде сахабалар: "Я Расулалла, аманат деген не?" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жүніптіктен тазару" дейді. Яғни ғұсыл алу. Өйткені адам баласына Аллах Тағала дінде одан басқа еш нәрсені аманаттамаған. Яғни Аллах Тағала бізге ғұсыл алуды аманат етті. Ерлі-зайыпты қатынасқа түскеннен кейін ғұсыл алу міндет. Және әйел адам етеккір тоқтаған кезде де ғұсыл алу міндет. Бұл аманат. Ғұсылсыз жүрген адамға Алланың назары түспейді. Ол адамнан періштелер қашады. Ол адамға мешітке кіруге болмайды, намаз оқуға болмайды, Құран оқуға болмайды, Құран ұстауға болмайды. Өкінішке орай ғұсылға көптеген халық мән бермей жүр. Аббан бин Абдилла әл-Бәжли рахимахулла мына бір оқиғаны бізге баян етеді. Менің көршім болды. Қайтыс болған кезде, оның қабірін қазған кезде ішінен мысыққа ұқсас ұсқынсыз бір жануар шықты. Ол қабірді жауып тастап басқа қабірге көштік. Одан да сондай шықты. 3 мәрте көріп едік, болмады. Әр қабірден сондай құбыжық шыға берді. Амал жоқ, сол бір қабірдің ішіне көмдік. Көміп кетіп бара жатқанымызда қатты бір айқай, жан айқай естілді. Содан біздер әлгі көршімнің әйеліне барып сұрағанымызда: "Сенің күйеуің не нәрсемен айналысатын еді?" деп. Сол кезде әйелі: "Ол ғұсылсыз күйде жүретін еді" деп айтты. Яғни ғұсыл құйынбайтын еді деп айтты. Мінекей, сондықтан ғұсылсыз жүрудің арты ол азап.